Қатардағы жауынгер Майлықұл Орал қаласынан болған. Оралдың жігіті. Ең алды мен ата-анама сәлем жолдасам, рұқсат па? Жолда, әдемі жолдаш. Мен өзімнің әкеме, Баймұратов Жақсығұл Майлықұлына және де анама Кемеденова Жадыра Жоламан қызына сәлем жолдаймын, және інілеріме, туысқандарыма. Бұл бізде қазір Ақтөбе қаласында әуе қорғаныс күштеріне қызмет етіп жатыр, сила воздушной обороны. Және де біз қазір рота сноп АПА 5-ті сабағындамыз. Біздің мамандық, яғни бірінші сот АПА 5-ті осы самолеттердің, вертолеттердің қызмет атқаратын боламыз. Және Орал 43-20 атты машинасында, автокөлігінде АПА 5-ті аппараты орналасқан, және стрелалармен. Әскери борышын қалай өтеп жатсың? Өзіне ұнады ма? Біздің келгенімізге осыда 2 ай болды. Әскери борышы өте керемет өткеруде. Жаңағыдай жақсы жерге орналастық. Особо қатты қиыншылықтар жоқ. Осындай сабақ бізде 5 ай бойы сабақ болады. Кейін бәрімізді жан-жаққа жібереді. Алтта тұру қалай, оңай ма? Басында қиын болды. Бір аптадан кейін бірақ үйреніп кеттік уже. Онда ұйықтау жақсы да бірақ. Дәл солай. Ұйқың қанады ма 8 сағатта? Әрине. Тамақ қалай? Тамақ керемет.